Армысыздар, құрметті тыңдармандар, бұл пайдалы кеңес арнасы сіздерге бүгінгі видеода ұйқының денсаулыққа пайдасы және ұйқысыздық неден пайда болады деген сұраққа жауап беремін. Ұйқы дегеніміз адам ағзасының миы мен зат алмасуды реттейтін физиологиялық үдеріс. Ол баяу және терең ұйқы болып екіге бөлінеді. Өйткені ұйқыдағы адам алғашқы кезде баяу ұйықтап, кейін терең ұйқыға енеді. Ұйқы бірінші адамның ағзасын қалыпқа келтіретін терең ұйқы кезінде түннің алғашқы жартысында иммундық қорғаныс жүйесінің күшеюіне ықпал ететін гормондар бөлінеді. Ал адам түнгі 12-ден кейін ұйықтаса, иммунитет төмендеп, ағзада май, көмірсу, ақуыздар алмасуына жауап беретін гормондар да бар. Ол ұйқының нақты фазасында бөлінеді. Адам белгіленген уақытта ұйықтамаса, ол артық салмақ жинайды. Адамның ұйқысы ағзамен тығыз жұмыс істеуіне байланысты, олар бір-бірімен гормондар арқылы байланысады. Адам дұрыс ұйықтамаса, гормондар жиналып қалады. Салдарынан тамырлар құрысып, таңертең сергек оянудың орнына басы ауырып, қан қысымы жоғарылап, мазасы болмай тұрады. Сол себепті мамандар әрбір 24 сағаттың кем дегенде 5 сағатын ұйқымен өткізу тиіс екендігін ескертеді. Құрметті тыңдармандар, видеоны одан ары жалғастырмас бұрын маған тіркеліп, подписация кнопкасын басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің аз ғана әрекеттеріңіз жаңа пайдалы видеолардың шығуына шабыт береді. Уақытылы ұйықтауды әдетке айналдырған жөн. Түнгі ұйқы ұзақ өмір сүрудің кепілі. Ұйқы оттегін жұтумен бірдей. Ең пайдалы 8 сағаттық ұйқы, егер 9 сағаттан асып кетсе, ол да денсаулыққа зиян келтіреді. Кортизол гормоны таңғы сағат 6-дан бастап өте белсенді жұмыс істейді. Кешкі сағат 18:00-ге дейін, кешкі сағат 6-да баяулап тоқтай бастайды. Одан ары қарай мелатонин гормоны белсенділігі басталады. Кешкі сағат 8-ден мелатонин гормоны түннің ортасында таңғы сағат 4-ге дейін жалғасады. Сондықтан бұл уақытта қараңғы бөлмеде ұйықтау керек. Адамның ағзасы үнемі бәсекелесіп отырады. Ұйқы мен белсенділік, яғни кортизол мен мелатонин гормоны. Таңнан кешке дейін кортизол көбейіп, өз қызметін арттырады. Кешке сағат 8-ден таңғы 4-ге дейін мелатонин жұмыс жасайды. Түнгі ұйқыны бұзып алмау керек. Бір рет бұзылса, орнына келтіру қиын болады. Егер ұйқыны бұзып алып, түнде ұйқысыздық мазаласа, яғни қан қысымы, қан диабеті, жүрек ауруы тағы басқа сол сияқты аурулардың қозғыштығы дами береді. Емханаға барып, диагностика жасап тұру керек. Немесе дәрігерден түнгі ұйқыңызды тыныштандыратын, ұйқы шақыратын шөптерден дайындалған тұнба ішіп көріңіз. Түнгі ұйқысыздық көптеген ауыр, аты жаман ауруларды туындатуы мүмкін. Кешкі сағат 10 мен 4-тің арасында міндетті түрде ұйықтау маңызды. Түнгі гормон бұзылуы жақсылық әкелмейді. Депрессия, күйзеліс, көп нәрсенің ойлап, уайымдап, түнгі ұйқыны бұзып алмау қажет. Яғни бақыт гормоны серотониннің түсіп кетуі және бұл күйзеліс, депрессия ең бірінші ұйқысыздыққа әкеледі. Жатарда еш уайымсыз бұрынғыны еске алып, ұйқыны қашырып, стресске түспеңіз. Мұның соңы инфаркт, инсульт, тіпті мүгедектікке әкеледі. Немесе өкінішке орай өмірден қоштасуыңыз да мүмкін. Мына ауру ұйқысыздыққа алып келеді. Жүрек соғысының бұзылуы, қан қысымы жоғары болса, жатарда қан қысымын өлшеп жатқан дұрыс. Ұйқысыздықты анықтау үшін дәрігерге қаралып, себебін білу маңызды. Ұйқысыздық үнемі мазалап, дұрыс ұйықтамаса, кортизол шамадан тыс көбейіп, бүйрек үсті безінің ауруына шалдықтырады. Түнгі уақытта ұйықтай алмаудың тағы мына бір аурулар түнгі уақытта ұйқыңыздың бұзылуына келіп соқтыруы мүмкін. Мына бір ауру сізді мазалап, түнгі ұйқыңызды бұзуы мүмкін. Анемия кезінде түнгі ұйқы бұзылып, аяқтарын қайта-қайта көтеріп, тыпыршып, жата алмау, аунап-қунап жата алмаудың негізгі себептері
Анемияның салдарынан болады. Анемиямен ойнауға болмайды. Дәрігерге қаралып, талдама жасап, емделу маңызды. Созылмалы аурулар мазаласа, буын ауруы, арқа, артрит, бұл аурулар мазаласа, міндетті түрде қаралып ем жасаңыз. Мүлдем ұйықтай алмай, ұйқым келмейді десеңіз, дәрігерге жүгінуге болады. Тек дәрігердің тағайындауымен ромашка, түймедақ шайы, мелисса, мята яғни жалбыздан дайындалған шөп шайларды жатарда ішіп жатсаңыз болады. Бұл шөптесіндер ауырсынуды басып, табиғи антибиотиктердің бірі болып табылады. Түймедақ шайы туралы арнайы видеом бар, маған тіркеліп, қарап көрсеңіздер болады. Ешқандай зияны жоқ. Бұл шайлардың жүйке жүйені тыныштандырып, ұйқыны шақырып, ауырсынуды басатын керемет қасиеті бар шөп шайлардың бірі болып табылады. Егер бұл шөптермен ұйқысыздық басылмай, ұйықтай алмасаңыз, дәрігерден кеңес алыңыз. Түнде ұйықтататын дәрілерді дәріханалардан алып ішу өте қауіпті. Химиялық ұйықтататын дәрілер қатты ұйқыға батырып, жүрек тоқтап қалуы да мүмкін. Ауырмаңыздар, ем болсын маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.